Ал қадірменді ағайын, сіздермен біз Мәсәд сүресінің талдауына тоқталып өтеміз. Ал кеттік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Таббат яда аби лахабин ва табб. Таббат деген кезде мына бір ерекшелік айта кетейін, қадірменді ағайын. Бұл енді қатты қиын емес. Мынау каф және мынау та әрпі бар ғой, бұлар сукун болып оқылған кезде таббат. Мысалға таббат бұлар хамс деген әріп болып аталады. Таббат деген кезде кішкене деп оқимыз шамалы. Деген дыбысты шамалы ақырын ғана шығарамыз. Мысалға бұлай оқымаймыз. Таббат деп тына бұлай жабық қана оқымаймыз. Таббат деп кішкене таббат қатты емес, бірақ кішкене с естілетін сияқты болу керек та, ең соңында. Таббат. Солай кафты да солай оқимыз. Мысалы, Аллаху акбар демейміз да, Аллаху акбар. Бірақ қалқала жасамаймыз. Таббаты демейміз да. Таббат. Сол жабық күйінде қалады, бірақ кішкене с жақты дыбыс шығады. Кафта да солай. Аллаху акбар. Оған да қалқала жасамаймыз. Кеттік онда. Таббат яда аби лахабин ва табб. Қайтадан бір оқиын. Таббат яда аби лахабин ва табб. Яда аби деген кезде мына жерде мәтті мұнфасыл тұр, яғни мәт әрпі кеп тұр, оның үстінде мәттің созылу белгісі кеп тұр, және одан кейін созылу себебінен болған хамза кеп тұр. Және екі бөлікке сөзді келіп тұрғандықтан бұл мәтті мұнфасыл болады. Мәтті мұнфасылды 2-ге, 4-ге, 6-ға созатындығымызды айтқан болатынбыз. Бұл жерде біз 2-ге созуды дағдылана береміз, ақырын. Таббат яда аби. Бұл жерде биден кейін я кеп тұр, яғни мына кәсіраның харакатына сай я кеп тұр, мәт боп, демек мәт боп 2-ге созамыз мұнда. Аби лахабин ва табб. Енді лахабин деген кезде мына жерде тануин кеп тұр, ин боп, және одан кейін идғам әрпінен вау кеп тұр. Демек сукунды нун немесе тануиннен кейін идғам әрпі ғунналы, яғни мұрынға апарып вауға қосып оқимыз. Лахаби, яғни сукунды нунды немесе тануиннің соңғы нунын ваумен жалғаймыз. Лахабию бию дейміз, сол кезде мұрынға барады. Лахабию ва табб. Одан кейін бар уасын оқимыз. Лахабиннің орнына лахабию дейсіздер ғой. Юды оқисыздар, уды. Лахаби. Неге ю болып тұр? Өйткені мына имен қосылған кезде ю болған кезде өзі ю сияқты естіледі. Лахабию ва табб. Одан кейін сукунды болып аяқталғандықтан, аяттың соңы біз тоқтаған кезде бә әрпі қалқала әрпіне жатқандықтан шаддал қалқала жасайсыз, яғни күшірек қалқала болады. Ва табб. Қайтадан осы аятты бір оқып шығайын. Таббат яда аби лахабин ва табб. Ма агна анху малуху ва ма касаб. Мына жерде де мінекей мәтті мұнфасыл кеп тұр, мәт әрпі одан кейін созу себебінен хамза кеп тұр. Екеуі 2 бөлік сөзді келгендіктен 2-ге, 4-ге, 6-ға созамыз мәт әрпін, және де бұл жерде 2-ге созамыз. Мә ағуна. Одан кейін мына жерде де мәт әрпі кеп, мәттің белгісі кеп тұр. Яғни біз айтқан болатынбыз. Қандай да бір әріп фатхалы болып кеп, оның соңынан я немесе вау әрпі келіп, ешбір харакатсыз келсе, және үстінде мынандай белгі қойылса, алдындағы әріптің харакаты, фатхасы 2-ге созылады. Ма агна анху малуху. Малуху деген кезде мәт бар, одан кейін луху деген кезде мына жерде дамир бар. Демек 2-ге созамыз. Малуху ва ма касаб. Бұл жерде де қалқала бар, касаб. Сукун қылып аяқталғандықтан бә әрпін касаб деп жеңіл түрде. Мына жерде шаддамен ауыр түрде жасасақ, мына жерде жеңіл түрде касаб деп қалқала жасаймыз. Мына жерде мәт бар. Саяусла деген кезде тура мына жердегі ереже мінекей. Бұл жерде де ағып фатханы 2-ге созамыз. Саяусла наран зата лахаб. Мәт бар, одан кейін наран тануин кеп тұр, одан кейін ихфа әрпі кеп тұр,
Зәл әрпі. Ихфа әрпі тәнвин сукунду нуннан кейін тәнвиннен кейін ихфа әрпі келсе, сукунду нунның немесе тәнвиннің соңғы ән деген н деген дыбысын толық ашық айтпай жасырамыз, яғни кішкене ыңға қартай. Саясла наран зәта ләхәб. Мына жерде де не қалқала жасаймыз, сукунмен аяқталғандықтан. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Уәм деп мимға түсеміз. Уәмра. Мына жерде уасыл хамзасы мінеке оқылмайды, мынандай белгімен келсе оқылмайды. Уәмрa'атуху. Одан кейін хамза келіп тұр. Яғни хамзаны айтқанбыз, бір сөздің ортасында келсе де бір бейне бір сөз жаңадан басталып отқан сияқты бір бөлініп оқылады бұл, иә. Уәмрa'атуху. Мына жерде дамир келіп тұр. Хаммалатал хатаб. Хатаб. Та жуан әріп. Сол себепті хақ қысым береміз әр әріптің, иә. Хатаб. Мына жерде сукунды бәға айналғандықтан қалқала жасалады. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا. Мына жерде үш жерде де мәт келіп тұр, иә? Байқадыңыз ба? Фи джидиха. Сол мәттерге көңіл бөлеміз. Фи джидиха хаблум мин масад. Мына жерде қалқала жасалады. Хаблум. Мына жерде сукунду немесе тәнвиннен кейін идғам әрпі келетін болса дедік. Мына жерде тәнвиннен кейін идғам әрпі келіп тұр. Я, және де мына сукунду нуннан кейін тағы да идғам әрпі екі жерде идғам болып тұр. Сол себепті бұны мұрынмен және де бір харакатқа немесе екі харакатқа шаддалға ұстап оқимыз. Фи джидиха хаблум мин масад. Яғни дәл әрпіде қалқала әрпіне жатқандықтан бұны қалқалағып сукундығып аяқтаймыз. Және де мына жерде мим әрпі келіп тұр. Бұл алдыңғы сабақтарда да өттік. Мынаның асылы негізі мәсәдин ғой, тәнвин. Келесі әріптің бисмилласымен жалғанған кезде, яғни бә әрпімен жалғанған кезде бұл жерде иқлаб жасайтындығын сізге көрсетіп тұр. Мінеке қадірменді ағайын, Мәсәд сүресінің талдауы осындай болып келеді. Алла тағала ілімдеріңізді арттырсын, жеңілдік берсін, үйде жақсылап қайталаңыздар.